Сәлем достар, бүгін 13-ші тақырып, 13-те бірінші есепті шығарайық. Көбейтіндіні көп мүше түрінде жазыңдар деді. Так, біз оның алдында, осы тақырыптың алдында қосу мен азайтуды үйрендік, енді көбейтуді үйренеміз. Көбейтуде мына әріптер бір-біріне көбейтіле береді. То есть, если естеріңізде болса, қосу мен алуды бір-біріне қосылмайды дейтін едік, а көбейту бөлу кезінде бұлар бір-біріне көбейеді. Яғни қараңыздар, мына жақшаны ашу үшін мына аны мынағанда, получается, үшеуіне де көбейтіп шығамын. Яғни аны аға көбейтемін а квадрат, минус аны сыға көбейтемін асы, плюс аны бірге көбейтемін, аның өзі шығады. Келесі екіншісін көрейік. Минусы жақшаның ішінде m плюс n минус 3. Так, мұны қараңыздар. Сыны каждыйына көбейтіп шығам. Минусы көбейту m, минусы m. Минусы көбейту плюс n, минус n. Минусы көбейту минус 3. Ол болады плюс 3с. Так, ары қарай үшіншісі 5x x плюс y квадрат минус 5. Так, енді қараңыздар, 5x-ті x-қа көбейтемін. 5x квадрат. 5x-ті y квадратқа көбейтемін. 5xy квадрат. 5x-ті минус 5-ке көбейтемін. Минус 25x. Так, ары қарай 4y көбейтемін y плюс x квадрат минус 6. Тең болады. 4y-ті y-ке көбейтем. 4y квадрат. 4y-ті x квадратқа көбейтем. 4yx квадрат. 4y-ті минус 6-ға көбейтем. Минус 24y. Яғни, мұна былай қарағанда y пен x деген бұл әртүрлі айнымалылар қой, әртүрлі әріптер, бірақ олар бәрібір бір-біріне көбейтіле береді. Так, 5-ші минус xy, 3y квадрат плюс 2x. Так, минус xy. Так, мына жерде сақ боламыз. Так, давайте бірінші 3 жазайық. Минус 3x. Y-ті y-ке көбейтсем, мынада 2 дәреже, мынада 1 дәреже, сонда неше болады? Y-тің кубы болады. Плюс, мына жерде минусы бар, Так, мына жерде минусы бар, сондықтан мынаны минус қылып жіберейік сразу. Минус 2x, мына x, мына x. Екеуін дәрежесі қосылғанда квадрат болады, и y бар. 6-шы. mn 7 минус n плюс 8n квадрат. Так, 7-ні mn-ға көбейтем, 7mn минус m, мына жерде де m. Екеуін көбейткенде дәрежелер қосылады, мынада 1 дәреже, мынада 1 дәреже қосқанда m квадрат n болады. Плюс 8 m-ді жазып алайық. n, так, n 1 дәреже, мына жерде квадраты, сонда 3 дәреже болады. 7-ші 2 квадрат xy 4x минус 3y плюс 5xy. Так, 2 квадрат дейді, енді 2-ның квадрат 4-ке тең. Бірден есептеу болады, 4-ті 4-ке көбейтсек 16. Так, содан кейін x 1 дәреже, x 1 дәреже. Екеуі болады, x-тің 2 дәрежесі. Y бар. Ары қарай минус. Мына 4-ті 3-ке көбейтем 12. X жазайық. Y-ті y-ке көбейтем. 1 дәреже, сонда y-тің, y-тің квадраты болады, емес, y-тің квадраты. Так, плюс 5-ті 4-ке көбейтем 20. xy, көрдіңіз ба? X квадрат, y квадрат. То есть, x-та да қосылады, y-та да қосылады дәрежелері. Так, и соңғы 8-ші 3a квадрат b, 2a минус 5b минус 7a b. Так, минус 3-ті 2-ге көбейтейік. Бірінші минус 6. А квадрат пен а нені береді? А-ның кубын береді, және б бар. Так, енді қараңыз, мына жерде минус болады плюс. 3-ті 5-ке көбейтем 15. А квадрат жазып алайық. Б мен б-ны көбейтсем б квадрат болады.
Так, мынау минус береді плюс. 3-ті 7-ге көбейтем 21. А квадрат мынада а бар. А-ның кубы болады. Б көбейтсем б-ның квадраты болады екен. Мінекей, осылай шығарамыз. Так, келесі 13-те. Екіншісін көрейік. Так, бірінші x минус а көбейтемін x плюс y. Так, бұл жерде енді достар бізде мына жақшаның ішінде екі саннан тұр ғой, екі айнымалдан. Бұның каждый бір-біріне көбейіп шығамын. Получается, бірінші x-ті x-ға көбейтем, жазайық x квадрат. X-ті y-ге көбейтем, плюс xy. Так, x бітті, я, мынаның бәріне көбейіп шықтық. Ең келесі минус а. Мына а-ның алдындағы таңбасымен бірге алам. Минус а көбейту x, минус ax. Минус а көбейту y, минус a, y. Енді бұлар қарасаңыздар төртеуі түрлі, сондықтан бір-біріне қосылмайды да, азайтылмайды да, осылай қалады. Екінші а плюс z, n минус m. То же самое. А-ны n-ға көбейтем, а n. А-ны минус m-ға көбейтем, минус а m. Енді мынау бітті ғой, бәріне көбейтіп болдық. Енді z-ті n-ға көбейтем, zn. Z-ті минус m-ға көбейтем, минус zm. Үшінші t плюс s, b плюс k. Так, t-ны b-ға көбейтем, t, b. T-ны k-ға көбейтем, t, k. Так, бітті. Енді s-ті көбейтем. S-ті b-ға көбейтем, s, b. S-ті k-ға көбейтем, s, k. Төртінші s минус d. Так, x минус y тең болады. S-ны x-ға көбейтем, x. S-ны минус y-ге көбейтем, минус y. Так, енді минус d-ны x-ға көбейтем, минус dx. Минус d-ны минус y-ге көбейтем, плюс dy шығады. Бесінші a плюс y, a плюс 2, b минус 3. Так, а-ны b-ға көбейтем, а, b. А-ны минус 3-ге көбейтем, минус 3а. Енді 2-ні b-ға көбейтемін, 2b. 2-ні минус 3-ге көбейтем, минус 6. Алтыншы 4 минус b, 5 плюс s. 4-ті 5-ге көбейтемін, 20. 4-ті с-ға көбейтемін, 4с. Минус b-ны 5-ге көбейтем, минус 5b. Минус b-ны с-ға көбейтем, минус bs. Жетінші d минус 4. t плюс 5. Так, d-ны t-ға көбейтем, dt. d-ны 5-ге көбейтем, 5d. Минус 4-ті t-ға көбейтем, минус 4-ті. Минус 4-ті 5-ге көбейтем, минус 20. Және соңғы 8-ші k минус 6, 7 минус d. Так, k-ны 7-ге көбейтемін, 7k. K-ны минус d-ға көбейтем, минус kd. Минус 6-ны 7-ге көбейтем, минус 42. Минус 6-ны минус d-ға көбейтемін, плюс 6d шығады екен. Так, ары қарай 13-те 3-ті осыған ұқсас екен. Осыған қарап шығара саласыздар. 13-те 4-ті шығарайық. Күрделеуіне. 13-те 4. Так, біріншісі. b плюс 3. b квадрат минус b минус 7. Так, b-ны b квадратқа көбейтем, b-ның кубы. b-ны екіншісіне көбейтем, b-ны минус b-ға көбейтем, минус b квадрат. b-ны минус 7-ге көбейтем, минус 7b. Так, бәріне көбейіп шықтым. Енді ортасындағысын көбейтем. 3-ті көбейтем, 3-ті b квадратқа көбейтем, плюс 3b квадрат. 3-ті минус b-ға көбейтем, минус 3b. 3-ті минус 7-ге көбейтем, минус 21. Енді ұқсастарын біріктіреміз. b-ның кубы еш басқа жоқ. b-ның кубы деп жазып қоямыз оны. Мына минус b квадрат бар. И мына жерде 3b квадрат бар. 3-тен 1-ді алып тастасам, плюс 2b квадрат болады.
Так, минус 7b бар и минус 3b бар. Екеуі қосылса минус 10b. Және менде минус 21 бар. Так, мінекей осылай ықшамдалады. Келесі екіншісі. Так, 2 минус а 16 минус а плюс а квадрат. Так, дәл осылай 2-ні 16-ға көбейтемін 32, 2-ні минус аға көбейтем минус 2, 2-ні а квадратқа көбейтем 2а квадрат. Так, келесі минус а-ны 16-ға көбейтем минус 16а. Минус а-ны минус аға көбейтемін плюс а квадрат. Минус а-ны плюс а квадратқа көбейтем минус а-ның кубы. Так, енді дәрежелердің үлкенімен жазайық. Бірінші а куб үлкен, минус а куб. Так, а квадрат, мұны а квадрат, мұны а квадрат. Екіге бірді қосамын, плюс 3а квадрат. Так, аларды, мұны а, мұны а. Минус 16, минус 2, минус 18 аны береді. Және менде сан қалды, плюс 32. Так, үшінші а плюс 4, а квадрат плюс а минус 2. Тең болады. Аны а квадратқа көбейтем аның кубы. Аны аға көбейтем аның квадраты. Аны минус 2-ге көбейтем минус 2а. Келесі 4а квадратқа көбейтем 4а квадрат. 4-ті аға көбейтемін плюс 4а. 4-ті минус 2-ге көбейтем минус 8. Так, бірінші дәрежесі үлкені а куб. Так, а квадрат, мұны а квадрат, 4а квадрат. Екеуі болады 5а квадрат. Так, минус 2а плюс 4а болады плюс 2а. Және менде минус 8 қалды. Төртінші 5 минус b, 4 минус b минус b квадрат. Тең болады. 5-ті 4-ке көбейтеміз 20. 5-ті минус b-ға көбейтем минус 5b. 5-ті минус b квадратқа көбейтем минус b квадрат. Минус b-ны 4-ке көбейтем минус 4b. Минус b-ны минус b-ға көбейтем плюс b квадрат. Минус b-ны минус b квадратқа көбейтем плюс b-ның кубы. Так, бірінші b-ның кубын жазайық. Дәрежесінің үлкені. Одан кейін b квадрат, мұны минус 5b квадрат плюс b квадрат, ол менде болады минус 4b квадрат. Одан кейін минус b, минус 4b, екеуі минус 9b болады. И плюс 20 бар. 5 x, y, минус 4, 6 плюс x, y. Так, 3x, y-ті 6-ға көбейтеміз 18 x, y, 3x, y көбейту x, y плюс 3 x-ті x-ге көбейтем x-тің квадраты, y-ті y-ге көбейтсем y-тің квадраты болады. Ары қарай. Минус 4 6-ға көбейтем минус 24. Минус 4 x, y көбейтем минус 4 x, y. Так, мына жерде 3x квадрат, y квадрат бірінші жазайық. Және мына жерде 18 x, y минус 4 x, y екеу азайтылады, плюс 14 x, y минус 24. Так, 5-ші және соңғы 6-шы. 4nm плюс 3nm минус 8. Так, 4nm, nm-ға көбейтем 4. n-ді n-ға көбейтсем n-ның квадраты, m-ді m-ға көбейтсем m-ның квадраты. Так, келесі 4nm минус 8, минус 32 nm. Келесі 3-ті көбейтем n-м, 3nm. 3-ті минус 8-ге көбейтем, минус 3 8 қанша еді өзі? 24, по-моему, 24. Так, 4n квадрат, m квадрат жазып қойып. Мына екеуін қосамыз минус 32 плюс 3. Так, ол болады минус 29, nm минус 24. Так, мынау 13-те 4-ті бізде бітті. 13-те 5-ті көрсетейін. 13-те 5 күрделілеу сияқты.
біріншісі аның кубы минус 2а минус 4 көбейтсе минус а плюс 5 тең болады. Так, а кубты минус аға көбейтсе минус аның 4 дәрежесі. А кубты 5-ке көбейтсе плюс 5а куб. Енді келесі минус 2аны көбейтсе, минус 2аны минус аға көбейтсек, плюс 2а квадрат. Минус 2аны 5-ке көбейтсек, минус 10. Минус 10а. Келесі минус 4-ті көбейтем. Минус 4-ті минус аға көбейтемін. Плюс 4а. Минус 4-ті плюс 5-ке көбейтемін. Минус 20. Енді осыны ықшамдайық. Так, аның 4 дәрежесі жалғыз, оны жазып қоямыз. Плюс 5аның кубы тоже жалғыз. А квадрат тоже жалғыз. Так, минус 10а плюс 4а бар. Минус 6а бар. Минус 20. Так, екінші 7b минус 20 көбейтемін 2 минус b минус 4b квадрат. Так, 7b-ні 2-ге көбейтемін 14b. 7b-ні минус b-ға көбейтем минус 7b квадрат. 7b-ні минус 4b-ға көбейтем. Минус. Так, 7 4-ім 28, 28. B-ның бір дәрежесі b-ның квадраты. Екеуін қоссам b-ның кубы болады. Енді минус 20-ны 2-ге көбейтем. Минус 40. Минус 20-ны минус b-ға көбейтем. Плюс 20b. Минус 20-ны минус 4b квадрат көбейтем. Плюс 80b квадрат. Кішкене жинақтайық. Мына минус 28 b кубты бірінші жазайық. Одан кейін мына жерде b квадрат, мына жерде b квадрат бар. 80-нен 7-ні алып тастасақ 73, b квадрат. Так, мына жерде b бар, мына жерде b бар. 14-ке 20-ны қоссақ 34b. Так, мынаны жаздық. Не қалды? Бізде минус 40 қалды. Болды. Үшіншісі минус 3с квадрат плюс с минус 9. Так, көбейтілген 5с плюс 6. Тең болады. Минус 3с квадратты 5с-ға көбейтем. Минус 15. Мына жерде с квадрат, с-ның бір дәрежесі береді с-ның кубын. Кешірім сұрайым. Минус 3с квадратты 6-ға көбейтем. Минус 18с квадрат. Келесі, с-ны 5с-ға көбейтем. Плюс 5с квадрат. С-ны 6-ға көбейтемін. Плюс 6с. Минус 9-ды 5с-ға көбейтем. Минус 45с. Минус 9-ды 6-ға көбейтемін. Минус 54. Ықшамдайық. Так, минус 15с квадрат менде жалғыз. Ой, с-ның кубы дегенім. Так, с квадрат мынада бар, мынада бар. Минус 18 плюс 5 дегенім минус 13-ті береді. Минус 13с квадратты береді. Так, 6с минус 45с бар. 45-тен 6-ны алып тастасақ минус 39с и минус 54. Так, соңғы төртіншісін шығарайық. 4 минус 3d плюс 2d квадрат 1 минус 7d тең болады. Так, 4-ті 1-ге көбейтемін. 4 болады. 4-ті минус 7-ға көбейтем минус 28d. Так, ары қарай минус 3d-ны 1-ге көбейтемін минус 3d. Минус 3d-ны минус 7-ге көбейтем плюс 21d. Ары қарай 2d квадратты 1-ге көбейтем 2d квадраттың өзі шығады. 2d квадратты минус 7d-ға көбейтсем минус 14d-ның кубы. Так, бірінші кубын жазамыз. 14d-ның кубы. Одан кейін d квадрат жалғыз плюс 2d квадрат. Одан кейін d мұны менде 3d шықты да. Так, минус 28 минус 3 дегені минус 31.
минус 31 плюс 21 ол минус 10-дан береді. Так, и 4 бар, плюс 4. Так, ары қарай 13-те 7-ні шығарайық. Өрнекті ықшамдаңдар дейді. Бірінші 8 3n минус 2n минус 5 2n минус n. Так, енді мына жерде бірінші ақшаларды ашамыз. 8-ді 3n-ға көбейтемін 24n, 8-ді минус 2n-ға көбейтемін минус 16n. Ары қарай минус 5-ді 2n-ға көбейтемін минус 10n. Енді мына жерде сақ боламыз. Минус 5-ді минус n-ға көбейткен кезде ол плюс 5n болады. Ықшамдайық. 24n минус 10n. Так, болады 14n минус 16n плюс 5n болады минус 11n. Екінші минус 11 көбейту 4x плюс 3y минус 9 2y минус 3x. Так, тең болады. Минус 11 4-ке көбейтеміз минус 44x. Минус 11-ді 3y-ке көбейтеміз минус 33y. Минус 9-ді 2y-ке көбейтеміз минус 18y. Минус 9-ді минус 3x-ке көбейтеміз плюс 27x. Так, енді минус 44 плюс 27 дегенім қанша болар екен? 44 минус 27 ол минус 17x болады. И мұна екеу қосылады, минус 33-ке минус 18-ді қоссақ минус 51y. Үшіншісі минус 1,2 5x минус 6y плюс 1,4 5y минус 3x. Так, минус 1,4-ті 5-ке көбейтеміз. 1,4 емес 1,2. Сонда минус 6x болады. Минус 1,2-ні минус 6-ға көбейтсек, біріншіден плюс болады. 1,2 көбейтеміз 6 десек, 7,2 y болды. Плюс 1,4-ті 5-ке көбейтемін 7y. Минус 1,4-ті 3-ке көбейтемін 4,2x. Так, енді мынау мен мынау қосылады. Екеуі минус болғаннан кейін 10,2x. Минус 10,2x. И 7y пен 7y қосылғанда плюс 14,2y шығады екен. Так, ары қарай 13-те 7. Давайте 13-те 9-ды көрейік. Так, өрнектің мәнін табыңдар деді. 8a квадрат a минус 5 минус 4a a квадрат минус 7. Мұндағы a тең 3 дейді. Мына жерге үстіне жаза қойық. a тең 3. Мұнан жалғастыра берейік. Мұнаны ашамыз. 8a квадрат a-ға көбейтем 8a-ның кубы. 8a квадрат минус 5-ке көбейтем минус 40a квадрат минус 4 a-ны a квадратқа көбейтсем a-ның кубы. Минус 4-ті минус 7-ге көбейтсем біріншіден плюс болады. 4-ті 7-ге көбейтсек 28a болады. Так, енді осыны біріншіден ықшамдап алайық. Мына жерде a куб и a куб. 8-ден 4-ті алып тастайтын болсақ 4a куб болады. a квадраты өзі тұр минус 40a квадрат и плюс 28a. Так, тең болады. a-ның орнына 3-ті қоямыз. 4 көбейту 3-тің кубы минус 40 көбейту 3-тің квадраты плюс 28 көбейту 3. Так, тең болады. Так, мынау 3-тің кубы 27, оны 4-ке көбейтсек, 27 көбейту 4, ол бізде 108 болады екен. Мынау 9, 3-тің квадраты, оны 40-қа көбейтсек, 40 көбейту 9, минус 360 болады екен. Плюс 28-ді
3-ке көбейтсек 84 шықты. 84. Так, енді бұған 108 қосамыз да 360-тан алпыстаймыз. Сонда минус 168 шықты жауабы. Келесі екіншісі. b минус 9b квадрат плюс 1 плюс 3b квадрат плюс b. Мұндағы, мына жерге жаза қойын, b тең болады минус 2-ге. Так, ары қарай кеттік. b-ны минус 9b квадратқа көбейтсек, минус 9b-ның кубы болады. b-ны плюс 1-ге көбейтсек, плюс b. Келесі. Плюс 3b-ны 3b квадратқа көбейтсек, 9b-ның кубы болады. 3b-ны b-ға көбейтсек, плюс 3b квадрат болады. Так, енді мына екеуі бізде жойылайын деп тұр. b-ға b-ның квадраты, яғни 3b квадрат плюс b дейміз. b-ның орнына минус 2-ні қоямыз. Минус 2-ның квадраты минус 2 болады, мына жерде. Сонда минус 2-ның квадраты 4, 3-ті 4-ке көбейтсе минус 2, мынау 12, 12-ден 2-ні алып тастасам 10 болады жауабы. Үшіншісі 3x минус 4, 8x плюс 2, минус 24x квадрат минус 2. Мұндағы x тең болады 2-ге дейді. Так, 3x-ті 8x-ке көбейтемін 24x квадрат. 3x-ті 2-ке көбейтемін 6x. Минус 4-ті 8x-ке көбейтемін минус 32x. Минус 4-ті 2-ке көбейтемін минус 8. Ары қарай мынаны жазам минус 24x квадрат минус 2. Так, енді мына 24x квадрат пен минус 24 қысқарып кетеді. 6x минус 32. 32 минус 6. Минус 26x. Минус 8 минус 2 болады минус 10. X менде 2-ке тең деді. Минус 26 көбейту 2 минус 10. 26-ны 2-ке көбейтем. 52, оған 10-ды қосамын. 62 минус 62 шықты. С квадрат плюс 3, с минус 9, минус с квадрат с минус 6, мұндағы с менде минус 5-ке тең. Так, с квадраты с-ға көйтем с-ның кубы. С квадрат 9-ға көйтем, минус 9-ға көйтем, минус 9 с квадрат. Келесі 3-ті с-ға көйтем 3-сі. 3 минус 9-ға көйтем минус 27. Ары қарай минус с квадрат с-ға көйтем с-ның кубы. Минус с квадратты минус 6-ға көйткенде плюс 6 с квадрат. Так, мына екеуі жойылайын деп тұр. Минус 9 плюс 6 с квадрат. Екеу бірдей, минус 3 с квадрат болады. Так, плюс 3 с минус 27. Так, орнына қоямыз. Минус 3, с-ның орны минус 5-ті қоям. Плюс 3 көбейту минус 5, минус 27. Так, минус 5-тің квадраты 25, минус 3-ке көбейтсек, минус 75. Мұна менде минус 15-ке тең. Минус 27. Қосайық. 75 плюс 15, оған қосамын 27, сонда минус 117 шығады екен жауабы.